Осы мектепті бітіріп, тезірек қалаға кетіп қалсаң ғой. Arada 5 yıl öttü. Ақыры мектепті де аяқтадым ау. Осы күнді қанша күтпейсеңші. Менің мына анам жүрген кезде ертерек аяқтасам деп едім. Енді міне оқуды аяқтап ауылдан қалаға кетемін. Осы кезге дейін достарымның күлгенінен шаршадым. Енді мен де жұрт секілді өмір сүретін боламын. Анамның көзіне не болды десем де айтпайды. Мен енді қалада тұратын боламын. Анама айтамын да, кетемін бүгін. Тұрмаймын бір күнде ауылда. Апа, мен бүгін енді оқуымды аяқтадым. Қалаға барғым келеді. Жұмыс жасасам деп едім. Жолың болсын балам, қайда жүрсең де аман жүрші балам. Балам кішкене күте тұршы, мен саған аман тәтті-пәтті пісіріп қойған едім. Қазір алып келейін, ұмытып кетіппін ғой. Ассалаумағалейкум аға, такси ме екен? Қалаға барайын деп едім. Жүріңіз. Қайда беріңіз аға? Қайда жүрсең де аман жүрші жарығым. Сені әрқашан күтіп жүретін болған жарығым. Аман жүрші, қайда жүрсең де жарығым. Arada 5 yıl öttü.
Kendime tatlı alayım. Nelerimi, oyuncak alayım. Bak görüp geleyim bağlarımda. Balam üstünde durak gibiydi. O zavırlı bilirdim birinde duran hep yapmayı balam. Kaysı biri kim bu? O sesi sakıp karayışa. O sesi karayışa. Arkadaş, işi geldi. Sen aytın o ağılda bola verdi. Gözüm akşam jüyettim o sana. Ne gerek tağıra? Жоқ, адан қорқытасың. Менің осы кезге дейін көрген қиындықты бұл көрмесі шеңді. Ана, баланы қорқытасың. Мен саған айттым ғой, ауылда бола берді. Өзім барам саған. Кішкене өссін бала. Ауылға бар. Өзіміз барамыз. Мен сені кіргізе алмаймын. Түсінші мені. Жоқ дедім ғой. Мен саған айттым ғой, түсіндіріп. Баршы, ауылға баршы. Şuna alıp geldiğin sıyılıklarını verip gideyim. Bu sıyılığım dalat bular. Күн артынан күн өтті, ай артынан ай өтіп, жылда жыл қуып, арадан тағы да 5 жыл өткеннен кейін баласы мектеп бітірушілердің 10 жылдық кездесуіне ауылға барады. Сыныптастарын көретін болдым. Қаншама уақыт өтті десеңші. Осы сыныптастарым осы жерге шақырып осы мейрамхана үйінің қасында екен. Мен енді әуелі анама айтып едім осы. Өзім барам дедім. Сол анама барайыншы. Осы кезден көп келе алмадым. Сол бір анамның үйіне барып хабарын білейінші. Неге қылып тастадың? Ол көшіп кеткенде қайда екен анасы? Ана! Қай берді ана? Анам қайда? Ол қалай? Мен келем деп айттым ғой, шықпа. Қатты емес, анамды көріп ба деп келіп едім. Балам, ботам, айым, күнім, асылым, қарт кеудемде бір сыр бар еді жасырын. Кеудем дірдеп барады сол күрең ой, жаздым хатқа оқып балам біле ғой. Нәрестенің түспейді қолымнан, бағым көп еді бүгінгідей сорымнан. Әкең бар еді жаны жақын балаға, үйден шықтық қыдырсақ деп қалаға. Ұлықты да бірге кетіп арманы, жол апады жана кетіп жолмады. Түстік солай бұл тағдырдың тезіне, зақым келді
Senin oңшақ көзің дәрігерлер көрді, білді, байқады. Үрейлендім, қандай шешім айтады. Қатты зақым алған екен ұлыңыз, көрмес көзі, алдын ала біліңіз. Жай таппаса бұған егер жаныңыз, уақыт барда сау көз іздеп табыңыз. Бақытты өмір сүру үшін балаңыз, сол сау көзді орнына саламыз. Есім шықты, ет жүрегім дүрсілдеп, бар бақытты балам көрсін білсін деп, құрбан еттім бағым үшін өзімді, саған бердім самсау тұрған көзімді. Міне балам, содан бері соқым, содан бері таңым қайғы кешім мұң. Осы көзбен көп ұялсам өзіңді, кешір халқам, кешір бұтам, кешір мен. Кешір халқам, кешір бұтам, кешір мен. Бауырлар, біздерге бұл көріністің берері көп. Дәл сондай әрбір істің себебі көп. Себебін білмей қате қадам басып, отырма бармақ тістеп, не дедім деп. Атана разылығын тапсақ Аллах, айтып та жәннаттан жай беремін деп. Тірлікте таппаған соң көңілдерін, өлген соң жылаудың да керегі жоқ.